Беркен үйінде жоқ сияқты ғой. Онда мен өзімнің сандықтарымды тезірек жасырып үлгерейін. Ол үшін қазір маған үйдің астын қазу керек. Так, үйдің астын қаза берейін. Міне, осы жерге жатырып кетейін. Мәссаған тезірек жасырайын, әйтпесе көріп қалар. Так, мен өзімнің сандықтарымды жасырдым. Енді ешкім көріп қоймаса екен. Қазір бетіні жауып қояйын. О, мінекей. Мәссаған, наконец-то ауылыма келдім. Ё-моё, шаршап кеткенсің ғой. Жолданы такси сағайдың таксисі бұзылып қалып, міне қаден жаяу келгенсің ғой. Так, қазір енді барып үйіме жатпасам, одан басқа қазір менде арман жоқ секілді. Қазір үйіме барып ұйықтасам ба деп тұрмын. Ей, да ну нафиг. Мынау жетел ма? Не істеп отырсың жетел? Мынау немене ойлы? Так, қазір көзім сүртіп жіберейінші. Так, ей, жетел қайда? Так, походу менің көзіме елестеген секілді. Енді не дегенде мен қатты шаршадым ғой. Так, онда барып қазір үйіме барып ұйықтайыншы. Мәссаған, шаршап қалдым. Опана, осы диванды сағынып қалдым. Так, ұйықтайын. Ё-моё, ашы дауысын-ай. Не деген будильникті, блин, өшіп тастайыншы, будильникті жыныма тиіп қойды ғой. Так, наконец тұрдым ба? Жақсылап ұйықтап алдым. Так, тенен осылай созып қытырлатып олайын. Так, мен енді өзімнің тірлігіме көшуім керекпін. Қазір егіншіліктегі жағдай не болып отыр екен? Мәссаған, мұнда ештеңке өспеген ба не? Так, мынақта бір морков өсіпті тек қана. Ладно, бір морковты ала салайын онда. Ладно, онда біздер қазір мына морковты апарып тастасам екен. Так, айтпақшы біздің ауылда не өзгерді екен? Так, мынаның бәрін қазір дұрыстап қайттан егіп қояйын. Айтпақшы кеше ғана мен дейтін көрші ауылға кетіп қалып едім өзімнің жұмыстарымды жасауға. Біздің ауылда пока что ештеңе өзгермеген сияқты. Так, онда өзіміздің күнделікті өмірімізді сүреміз ба не? Кешегі таксистің майшасы жөнделді ме екен? Ё-моё, біліп қайтуым керек еді негізі. Так, мен түнде осылай келгенде, мәссаған, айтпақшы достар, мен кеше осы жерден бір жетелдің түрін көрдім. Как будто менің үйімнің астынан бір сундукты жасырған сияқты болып. Бірақ көзім сүртіп едім, что-то жетел жоқ болып кетті. Походу менің көзіме елестеген секілді. Білмеймін енді, мен может түнде шаршағасын сондай бір түс көрдім ба, или білмеймін. Қазір енді жетелдерден сұрап көрейінші. Так, ассалаумағалейкум, жетел, қалайсың? Ё-моё, сен мына жерде жүрсің ба не? Жақсы, өзің қашан келдің? Беркен үйіңе кеше ғана келдің ба? Қалай, түнде келдің ба? Кеше сол мына жолмен келгем ғой. Айтпақшы, жетел, білесің ба, мен түнде бір қорқынышты түс көрген сияқтымын. Короче, бір жетел менің үйімнің астына, короче, әртүрлі радужный сундук жасырған сияқты тоқ қалды маған, прикинь. Ё-моё, сен оны көріп қалдың ба? Не ғой, мүмкін сондай бір қорқынышты түс болған шығар. Не дегенмен енді ондай түстер болып тұрады ғой. Негізі анда-санда ондай түстер болып тұрады дегендей. Так, қазір так, тоқта. Қалай сонда? Так, егер мен түс көрсем, так, жоқ, мен түс көрген жоқпын ғой. Мен оны кеше жолдан келгендерді көрдім ғой. Может, мен көзіме елестедім екен. Так, айтпақшы, мен оны видеоға түсіріп алдым ғой, да? Қазір онда видеоны қарап көрейін. Мәссаған. Достар, прикинь, ана жетел шынымен де менің үйім астына бірдеңке жасырған, менің көзіме елестемеген. Ол дейтін менің камерама түсіп қалған. Мәссаған, братан, нандай Lamborghini көлігін қайдан алдың? Бұл көлікті алу үшін сен осы каналға тіркелуің керек. Сол кезде осындай Lamborghini көлігін аласың. Так, қалай тіркелсем болады? Опана, мінеки, подписаться кнопкасын бастым. Жақсы болды ғой. Мінеки, лайк кнопкасын да бастым. Мәссаған, мынаны қараңыздар. Менің қолымда осындай изумруттар пайда болды. Жақсы болды ғой. Достар, мен өзіме осындай бір жаңа Lamborghini алатын болдым. Сіздер де тіркеліп, анаға тіркеліп осындай Lamborghini алыңыздар. Сіздерге сәттілік. Ендеше біздер өзіміздің видеомызды жалғастырамыз. Кеттік. Ах ты, жетел, оңбаған. Мен қазір саған көрсетемін бұл қылығың үшін. Қазір мен мияқтан өзімнің киркаммен күрегімді алып алайын. Қазір жетел, мен саған көрсетемін. Жетел, тоқта, сен дейтін мені алдап тұрсың ғой. Мен оны камераға түсіріп алған болатынмын. Мынауың не, жетел? Жетел, сен не бізге айтпай менің үйімнің астына өзіңнің құнды әртүрлі түсті сандықтарында жасырып қойғансың ба не, ешек? Өтініш Беркен, ешкімге айтпашы, пожалуйста. Мен бұны әдейі жасырған жоқпын. Бұның өзінің сыры бар бір. Так, қандай сыр? Ол маған айт тез. Айтпесем мына жетелдерге айтып қоямын. Жетелдер, қараңыздар, мынаны қараңыздар. Тоқта, айтпа, өтініш айтпашы. Мен саған тек қана өзімнің құпиямды айтамын. Так, қалай айтсам болады екен? Так, мен айтпай ақ қояйын. Негізі сен осы сандықтарды өзің ашып көргенің жақсы.
Так, маған ашып көр дейсің бе? Қазір ашып көрейін. Так, ей, мынау ашылмайды ғой. Қазір тұра тұр бәлем. Ол үшін мына тасты сындыру керек екен ғой. Ё-моё, житель, мен сен үшін өзімнің үйінің астындағы тастарды сындырып жатырмын. Так, мінекей сындырдым. Ал, давай ашып көрейін. Мынаның ішінде не бар екен? Так, ей, тұра тұр. Печеньесінес? Мынау кәдімгі печенье ма? Житель, сен қуасың ба? Ана алтын сандықтың ішіндегі қайдағы печенье? Так, мынаның ішінде не бар? Картоф? Мынау картоп па кәдімгі? Мынау кәдімгі картоп емес па да? Мынаның ішінде не бар? Так, шіріп кеткен картоп па не? Так, мынаның ішінде не бар? Картоптан жасалған печенье бар мынаның ішінде. Сен житель, сен аурасың ба? Не мынау? Так, морковь па не? Так. Житель, тұра тұр. Мынаның бәрі обычный картоп, морковтар ғой. Бұны сен неге бізден жасырып жүрсің? Енді қалай айтсам болады екен? Білмеймін не үшін жасырып жүргенімді. Ё-моё, сен қуасың ба? Аурусың ба? Ё-моё, мен дейтін бір алдындарды тық қойған шығар десем, сен какой-то бір картоп, морковтарыңды адамдар не қылады? Өзің жасыра бермей, лучше үйінде сақтай берсей? Шынымен де менің картоп, морковымды жұрт не қылады да? Ой, кешірші бұндай қылғаным үшін. Жақсы, давай сен кішкене андай бір психологқа барып қараласың ба, что-то тупойсың ба, бірдеңкесің ғой. Так, мынаның бәрін енді бұзып апартса, мен өзім маған керек емес, бұндай сандықтардың сендің. Мен лучше апартса өзіңе маған керек емес. Так, тастардың бәрі орнына қояйын. Все, енді бұлай қайталама, житель, айтпесем мен білесің ғой, келесіде ондай қылығыңды кешірмей қалам. Мен керек емес, заттарың өзің ала. Так, достар, көрдіңіздер ма? Біздің житель дейтін что-то тупой ма, бірдеңке сияқты есінен алжасып кеткен ба? Біздің үйдің астына бір дерзкі алтын алмазный сандық жасырған, бірақ ол сандықтың ішінде түк жоқ қой. Ё-моё, мен бір алмаз, изумруд бірдеңке бар шығар десем, оказывается, оның ішінде түк жоқ екен. Ё-моё. Так, енді бүгінгі видео сіздерге ұнаса лайктарыңызды басып кетіңіздер, арнаға тіркеліп, келесі бөлімде кездескенше, сіздермен болған мен Беркин, келесі бөлімде кездескенше, давайте!